Әділхан, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Ал өзіңіз таныстырып өтіріңіз елге. Уағалейкум ассалам, қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Алмасбек, мынау көтеріп отқан тақырыбыңыз өте жақсы. Мен сізді жиі тыңдап отырамын, подписчигіңіз боламын. Мынау тері арасында да текке жай мусор болып далаға шашылып жатыр. Жүн тері деген нәрсені мен өзім бұл іспен айналысқам, 2 жылдай тері өңдеумен. Осы моментті дұрыстап қай жерде қашан? 2007-2009 жылдар Көкшетау қаласында станционный поселок деген бар, сонда итальянский оборудование бір цех бар. Біз енді овчинамен нені өңдедік, түркі терісін, суыр терісін. Кейбір терілер партиялар италияныкінен кем болған емес. Италия отдыхать деп мақтадымыз өзімізді. Бөме германский препараттар болды, бөме фирмасынан. Өте жақсы. Бірақ терілер, меринос қойын терілері болды, Талдықорған, Алматыдан әкеп жүрді. Айына бір 2000 тері өңдейтінбіз. Айына 2000? Керемет. 2000 тері. Бұл үлкен завод, Совет одағының 90 жылы құрылған завод қой. Оборудование итальянский, бірақ кішкене ескіріп қалды қазіргі заманда. Енді мен айтайын деген мынау агроөнеркәсіп кешенді дамыту және ауылдық мекендерді дамыту жөніндегі бағдарлама бар ғой, 17-21 жылдар арналған мемлекеттік. Сонда ұмытпасам ескерілген, әлі ауылда завод контор ашу керек. Завод конторы, мынау теріні жинайтын. Ол үшін мамандар, оған үкіметті, мемлекетті, ұлттық қаржыдан болсын, республикалық бюджеттен болсын қаржы бөліну керек. Кәдімгі акиматтың қарамағына тіркеп, жұмысшылар дайындап, айлықтарын, еңбек ақыларын төлетсе, ол өте күшті, өте жақсы. Өйткені мынау тері жай. Әділхан, мына жерде мен ойлаймын, қазір елдің барлығына қызық, кешіріңіз сөзіңізді бөлгенімізге, елдің барлығына қызық болады сіздің жаңағы өзіңіздің тәжірибеңіз. 2000 теріге дейін өңдедік деңіз. Сіз сол енді қай жерде қаншама завод барын білесіз ба бүгінгі күнде? Ақыры сонымен айналысқаннан кейін. Сіз қай позицияда болдыңыз о жерде, ол өндірісте? Мен технолог болдым. Сіз технолог? Мокрый цехтың технолог. Амаша. Мен технолог көрсетемін. Амаша. Қаншама завод бар біздің солтүстікте, сол төңіректе? Солтүстікте енді мех қой, мех, елтері өңдейтін Петропавлда біреу бар дейтін, кішірек мини цехтар. Сосын Көкшетауда, енді Көкшетауда үлкен, бірақ қазір істеймесін мен білмеймін. Ал енді Болгар өңдейтін үлкен завод бар Петропавлда, бірақ ол да қазір тоқтап тұр. Петропавлда. Ал енді мынау жаңа елтері өңдейтін, қойдың терісі, қаракөл, жайқойын, қазақи қойдың терісін өңдейтін Жамбыл облысында бар, Алматы облысында бар. Мен білетін қазір осы үшеу, Көкшетау мен 4, Алматыда 2 бар ойдың. Жамбыл облысында бір, Шымкентте біреу бар. Шымкентте бір цех бар. Сосын Көкшетауда бар, мен білетінім осы. Именно мынау қой терісімен айналысатын өңдейтін. Кешіріңіз, қайтадан сөзіңізді бөлгенге жақсы. Оның барлығы бүгінгі күнде жұмыс жасап тұр ма? Хабарыңыз бар ма? Бар, хабарым бар. Даже контактларда бар едім. Бір кезде мен өзім елде ашамын деп бір бизнес план жазған едім, бірақ оған қаржы болмай қалды, сонымен тоқтатып тастадым. Жаңағы Нұрқасым ағамыздың айтып отырғаны өте үлкен көлемдегі өндіріс. Байқадыңыз ба сөз төркінінде? Иә. Сіздердікі орта ма, кіші ма, үлкен ба, қандайға жатушы еді? Мен істеген цех па? Иә. Ол үлкен завод, кәдімгі үлкен цех. 90 жылдары кезінде Итал Каракөл деген фирма болды ғой, кімдер? Шымкентте ма? Солардың бір филиалы сияқты істелінген ғой. Қондырғы станоктар бәрі итальянский. Бірақ ескіріп қалды қазіргі заманда. Жаңағы мини цехтар, біз қайтадан кустарный производствоға келейікші. Мына жерде талай адамның құлшынып отырғаны шіркін-ай, соны үйде отырып өзімде өңдір едім, біраз жағы нетсем деген. Мини цехтардың, жаңа өзіңіз айтқан, соның бүгінгі күнде жұмыс істеп тұрғандары бар ма? Ол туралы енді мен білмеймін, хабарым жоқ мини цехтар. Енді бар шығар, өйткені мынау интернетке шықсаңыз көп сатып жатады ғой. Бас киімдер, жай терді өндірілген, боялған, енді ұсақтарын білмеймін, мелкий бар ма жоқ па қазір. Бірақ мен өз қарсы емес, мен қазірде өз ойымда бар, бір
ауылда бір цех ашып алатын. Мен енді интернетте жиі қарап жүрмін, қазір сол линияны ашу үшін толық бастан бастап аяғына дейін от выделки да отделки дейді ғой, 65 миллион тұрады оборудованиясы. Малояровецте қала бар Россияда, солар шығарады. Мен Қытайдікінің онша несін тұрған жоқ, мен Россияның сынап тұрмын. 60 миллион жылына 30 мың тері. Россиянкінің ол өңделіп шыққаннан сапасы қандай болады? Өте жақсы сапасы, өте жақсы. Мен просто бұны айтып отырмын неге? Өткен жолы мен біраз цехтарды жүріп қайттым. Сол кезде барлығын айтуынша, әрине жаңағы ескі болса да Италияның оборудованиясы жақсы, чем Ресейдің жаңа құрал жабдығына қарағанда сапасы құрып кетеді дейді. Сол рас па, өтірік па сіздің ойыңыз? Бұл жерде өңдеушінің тәжірибесіне байланысты ғой. Сен тәжірибең болмаса, сен итальянский оборудованиені бүлдіресің теріні. Иә. Оған тәжірибе, мысалы, семейде бар пушна меховой деген бұл техникумдар болды ғой. Сондай жерге, мысалы, оқытып келу керек. Оқытып тәжірибе алып, мен өзім солай бір айдай Алматыда болып тәжірибе алып келдім цехта. Сіз болған көрсеткен сол цехта болдым ғой, мен есімде болмаса. Юра деген әкесі жоқ қой. Иә. Мишаның әкесінің аты Юра емес па? Юра емес па? Юра ғой деймін, иә. Сол цехта мен тәжірибе алған бір айдай сонда болып келдім, Юраны оқып. Солардың барлығы, міне енді өзіміз қазақша айтайықшы, солардың барлығы бүгінде зар тілеп отыр, алатын тері жоқ дейді, сапалы. Сіз сол туралы айтып беріңізші, көріп отырған елге. Енді егерде біз әр жерде, әр ауылда, қазір енді қойды көбінесе ауылда ұстайды ғой. Жаңағы загон который істесек, талап қоямыз, терін әкелгенде жыртпай, кеспей, бауыздандырып сойыңдар. Онда кісілер сатады. Жақсы бір баға қойса. Қолмен сыпырылмаған, пышақпен сыпырылмаған, механический съем болу керек, немесе компрессормен болу керек. Жоқ, енді ауылда, үйде жеке қосалқы шаруашылықта қандай механический съем? Қолмен сойады. Қолмен сойғаннан бірақ пышақты неғұрлым аз тигіздіру керек, Қолмен әреп алса, таза жыртпай. Сондай терілер жинаса, сапасы жақсы болады. Ол үшін бірақ баға қою керек теріге жақсы. Сонда әкеледі кісілер сатады. Тақтырмайды. Бүгінгі күнде сонда терінің сапасы жақсы болады. Кешірім сұраймын, бүгінгі күнде завод контор меринос қойдың терісін алып жатыр екен 1200 теңгеден. Бүгінгі күнде. Біз енді қара қойдың терісін далаға лақтырып жатырмыз ғой. Меринос қойдың терісін мен барған цехтар 1200-1500 теңгеге дейін алады екен тіпті. Жақсы сапалы. Меринос қойдың саны азайып кетті. Қазір көбінесе Талдықорған өңірінде бар шығар, Алматы өңірінде бітті. Бізде өзіміз сап болса 32 мың қойып отырмыз аяғына. Өзімізде. Меринос, северокавказский меринос өрет. Қазір соны прямо сағынып отырмын. Қандай жүн болады? Аппақ. Жүнді бір текті қауын, нағыз цеге кірес дейтін ғой. Мутон істейтін терілер ғой нағыз. Иә. Енді мынау жаңа айтып отыр, полугруппа, пиязлау жүндер бар ғой терілер. Олар да жақсы мектен. Оны өтіктеп білесіз бе? Жүн өттен әппеден болар. Қысқарып қырса, одан да әдемі мутон шығады. Тек қана технологтар дайындау керек қазір. Осыны енді оқыту керек бізге. Дайындап арнайы. Сол тұрғыда мен негізі соны ойды нарыға дамытқым келеді осыны мәселені. Негізі сізге ұсыныс, біз сізбен бірге бірігіп, осы тері өңдеу бойынша бір сабақтар жасасақ қалай қарайсыз? Қарсы емеспін. Тек қана бір бұл саланы біз көтермесек, бізден басқа ешкім көтермейді. Ешкімге кері жоқ болып тұр ғой. Сондықтан сол жағын ойластым. Мен сізге Алмасбек анда жолы бір WhatsApp, Facebookқа жазып жібердім, телефоныңызды бересіз бе деп. Сіз контактыңызды жауап бермедіңіз маған. Осы алды күні ме, кеше ме екен? Мен телефонды көрсетейін ба? Менде күніне 100-деген сообщение түседі, мен шын ашуға мұршам жетпейді. Көрермендерден барлығынан кешірім сұраймын. Менің сондай бір нем бар. Әгі жауап бермейтін айыпқа бұйырмаңыздар. Ондай менде кінә дейін ба, не дейін? Менде ондай кемшілік бар. Кемшілік ол уақыт несі ғой енді. Тығыздығы. Қазір телефон айтсаңыз мен жазбайсыз. Хорошо, мен сізге қазір личкаға жазып жіберемін. Жақсы ма? Мұнда Facebook'тағы личкаңызға жазып жіберемін мессенджерменен. Жақсы ма? Негізі енді барлықтарыңызға да рахмет. Міне бір жағы Нұрқасым ағамыз тыңдадық. Міне бір жағы бауырымызды тыңдап отырмыз.
бұл қойдың терісі негізі пайдалы дүние ма, соны айтыңызшы. Мына елді бір қызықтырып қояйық та, шіркін-ай, осыны көрсек, үйренсек, мен жасаймын, мен осыған талпынамын деп. Пайдасы қалай осы тері Сіз маған өңдеудің? айтып отырсыз ба? Иә, сізден сұрап Маған отырмын. айтып отырсыз? Иә, сізден сұрап отырмын. Тері өңдеудің өте игілігі сол. Өйткені Да? теріден жалғыз әлгі мех емес қой, одан былғар да істеуге болады. Қойдың терісі мынау нағыз аяқ киімге, сыртқа курткаға істеуге өте әдемі тері. Қойдың терісі. Тек қана оны өңдеу білу керек. Сіздер не өндірдіңіздер заводтарыңызда? Біз не өндірдік? Мутон дейді ғой. Мутон. Жүнді қырқып кесіп өтіп те мутон өндірдік. Ол мутондарға қарай не жасадыңыздар? Біз көбінесе Ресейге жіберіп отырдық. Әскери бөлімдерге әлгі не дейді ме? Ішік дейді ме? Ішік подклад дейді. Подклад курткаға, әскерилерге шапка тікті, сол Россияға, Москва, Казанға жіберіп отырдық көбінесе. Ондаған штук партиядан. Сондай. Бірақ кейбір телдер Италияның деңгейінде бірдей болды. Мына жерде біздің әріптесіміз Пірмұхамед сұрап отыр Қызылордадан. Былай дейді, технолог ретінде қай қойдың породасы дұрыс дейді? Сұрақ қойып. Не істеуге? Қандай тауар өндіруге? Вот, дұрыс. Негізі Бұлғарға ма? Негізі мериностар жақсы ғой, биязы жүндір ғой, негізі. Ал енді бұлғар өндіреміз десеңдер, әрине ол. Сәл қатып қалып жатыр. Сәл қатып қалып жатыр да? Жақсы. Енді бір-екі ауыз сөз өзіңізге бір қорытынды. Сонымен эфирімізді тамамдайық. Біраз уақыт болып қалды, 1,5 сағат уақыт болды отырғалы. Өзіңіз бір-екі ауыз сөз айтсаңыз, елге үгіт насихат ретінде сол жағынан бір ойыңызды бөлісіп өтінемін. Әділхан. Енді мен халыққа, ауылдық кісілеріне айтарым, тері алынсын, алынбасын, қазір мүмкін биыл алмаса келесі алынады. Қой сойғанда теріні тұздап, жинақ қойсаңыздар, өте жақсы болады. Ол бөлінбей тұз алып тұрса. Негізгі бұл істі көтеру керек. Бұл ата кәсібіміз, тері өңдеуді дамыту керек. Сондықтан мынау ауыл шаруашылығы министрлігіне жазыңыздар, қоғам болып, осы саланы дамыту керек. Тері өңдеуді тастамау керек. Бұл біздің байлығымыз, шын айтса былай қарап. Қой деген қазір саны өсіп келеді. Тері жүн бар өңдеу керек. Терінді өңдеу керек. Ол игілік іс. Сондықтан бұл бастаманы тоқтатып дамыту керек. Рахмет. Сізді мен осыменен өшіремін. Рахмет, хабарға шығамыз. Елдің артынан, мына тыңдаушыларымыздың атынан, көрермендеріміздің атынан, өзімнің атынан үлкен рахмет қосылғаныңызға, пікіріңізді айтқаныңызға. Рахмет, Алла разы болсын.